Я сказала да деймін ба? Нә, қысын таңғы салқынмен, таңғы самал желмен байға кетіп бартқан жайым бар. Сүйінші халқым, неужели деп қойым ба? Дайректе осындай неше түрлі адамдар бар да ше. Біреу үшін салып қояйын деп атым, көрсін. Өмірде неше түрлі адамдар бар құрсын. Чотам ағасы адресімді айтайын ба, или өзім барайын ба? Мына сұлықты айтам да. Не деген бетімен кеткен сұлық мынау. Өзім-ай. Мөлтіреген көзім айтып қойын да. Съемканы аяқтап үйге келдім. Қазір қайтадан қалаға шығам. Неге десеңіздер, ертең менде фотосессия. Туған күнге дайындық қатты отыр я. Туған күн жақындаған сайын құлпырып баратын ба, что-то емес. Қызғанша енді, конечно, неприятно енді. Айтасың ғой, айта бересің. Бірақ ол сенің душаңа ешкім кіре алмайды да ол бұл жерде ше. Енді қаншама әдемі сәттер өтті, әдемі кездер болды. Қаншама уақыт деген сияқты ғой енді. Бізде енді кішкене уақыт тығыздау ғой енді. Енді мен 35-ге келдім Аллахтың қалауымен, бірақ енді қалтырап бүйтіп қартайып тұрған ештеңкем жоқ. Аллаға шүкір, жап-жас жігітпін. Бірақ енді неприятно. Делай неприятных дейді ғой. Өмір жалғасады. Мен шыны керек әкем өмірден қайтқан кезде ойлаған, бітті осымен өмір, бітті деп. Бітті мен үшін болды пропасть деп ойлаған, бірақ көріп тұрсыздар, өмір сүріп жатыр, өмір жалғасып жатыр. Бір адам тіршілігін істейді. Өмір сүреміз енді. Мен енді анандай адаммын ғой, сіздер біліп те қалған шығарсыздар. Мен құлаймын, менде құлау болады, бірақ мен сол жатып болмаймын да. Ары қарай тұрамын, жүре беремін, тіршілігімді істей беремін деген сияқты. Мен бас аман болсын ең бастысы. Қалған бәрі нормально. Адам деген ар жаққа барып жақпай ма, е? Несін? Мен туған күнім ғой, короче. Көзім жетайын. Короче, мені